саламатсыздар ма? Есімім Әсел болады. Эрсак Gold компаниясының лидер статусындағы партнерімін. Эрсак Gold компаниясының маркетингін қысқаша айтып кетейін. Компания Турциялық компания. Денизли палатасында заңды тіркелген. Алғаш фосфотсыз кір жуу ұнтағын шығарған компания. Компания 2002 жылы ашылған. Европада 13 жыл жұмыс жасап келеді, ТМД еліне енді кірді. Компания өз өнімін өзі шығарады. Яғни ТМД елінде 8 заводы бар. Әр өнім өз категориясына байланысты жеке-жеке шығарылады. Компанияның 43 халықаралық сертификаты бар. Сонымен қоса халал сертификаты да бар. Алғашқы маркетинг бойынша Турцияның муфтиятының өзінен халал сертификатын алған алғаш компания. Доставканы компания өзі жасайды. СНГ бойынша және Қазақстан бойынша. Өнімдері мыломоющие, яғни для посуды, для стирки, БАД, декоративная косметика, уходовая косметика, гигиеналық, яғни шампунь, гель для душа және де парфюм шығарады. Өнімдері концентрат, ол дегеніміз экономичный. Енді маркетингінің ерекшеліктерін айтайын. Біздің компанияға, Эрсак компаниясына тіркелу тегін. Ай сайын заказ салу деген жоқ. Статустан көтерілу оңай. Бал күймейді. 2 айдың балы қосылады. Статус өмірлікке беріледі. Статустан құламайсыз. Және ең аз ЛТО. Біздің компанияда стабильный пассивный доход бар. Осылардың бәріне қазір кезек-кезек тоқталатын боламын. Тегін тіркелгеннен кейін партнер, егерде бизнес құрып команда жинаймын десеңіз, онда активация жасау керексіз. Активация дегеніміз компанияның өнімін сатып алу. Активацияның 2 жолы бар. Бірінші жолы 2 балл 11 000 теңгеге плюс 1 подарка береді компания. Екінші жолы 4 балл 22 000 теңгеге компания 3 подарка береді. Акция кезінде 4-5 подарка беріледі. Акция айдың басында және айдың аяғында болады. 1 балдың құны 5500 теңге. Яғни компанияның әр товарының өзінің балы болады. Мысалы, сіз шампунь алдыңыз, 1 бал дерік, БАД алдыңыз, 2 балға, зубная паста алдыңыз, 1 балға, общий 4 бал жинадыңыз, 22 000 теңгеге шықты. Егерде бизнес бастаймын десеңіз, осы 4 бал 22 000 теңгемен бастауға кеңес беремін. Себебі оның мүмкіншіліктері өте көп. Мынау біздің міне маркетинг. Осы маркетингті қазір мен сызбаша түсіндіретін боламын. Сіз тіркелдіңіз, 4 балға заказ салған уақытта сіз 10% статус иегері боласыз. Яғни 10% статус иегері дегеніміз уже табыс табуға мүмкіншілігі бар. Біздің компанияның маркетингі 2-ге бөлінеді. До лидера және после лидера. Мен сіздерге қазір до лидера маркетингті түсіндіретін боламын. До лидера 5 саты бар. Яғни 10%, 15%, 21%, 27%, 5-шісі 33%, сіз уже лидерсіз. 10% статустан бастап табыс табуға болады. Осы уақытта компания сізге бірінші табыс көзін беріп отыр. Яғни командаңызға каждый тіркелген новичок үшін сіз компаниядан 10% болған уақытта 950 теңгеден аласыз. Мына кісіге 950 теңге, мына кісіге 950 теңге және мына кісіге 950 теңге. Бұл бірінші табыс көзі. Статусыңыз өскен сайын табыс көзіңіз де өседі. Енді 15% статусқа өту үшін общий командаңызбен 31 балдан асу керек. Ол дегеніміз, мына жерде бір адам бар, я, мына кісінің астында. Мына кісі айтайық 5 балға заказ берді, мына кісі 5 балға заказ берді, мына кісі 10 балға заказ берді, мына кісі 5 балға заказ берді, мына кісі 5 балға заказ берді. Міне осы командаңызбен есептесеңіз 10, 15, 20, 30 өзіңіздің балыңызбен, 34 бал сіз командаңызбен жинадыңыз. Яғни 31 балдан асып тұр. 31 балдан асты дегеніміз сіз 15% статусқа шықтыңыз. 15% статусқа шыққан уақытта компания сізге каждый тіркеген адамыңызға 1500 теңгеден беріп отырады. Осылай 21% статусқа шыққан уақытта 21% статусқа шыққан уақытта компания сізге 2100 теңге төлейді. 27% статусқа шыққан уақытта компания сізге 2700 теңге төлейді каждый адамыңыз үшін. 33% лидер статусына шыққан уақытта компания сізге каждый тіркеген адамыңыздың үшін
5000 теңге төлейді. Енді біздің компаниядан статустың көтерілу оңай деп айттым, яғни сіз осы айда командаңызбен 100 балл жинап, келесі айда 100 балл жинасаңыз, екеуі қосылып 200 балл болады, сіз уже лидерсіз. Міне, командамен, яғни біздің компанияда статустан көтерілу оңай. Өткен аймен осы айдың статус балдары қосылып отыратын болады. Одан кейін статустан құламайсыздар. Яғни, егерде сіз бір лидер статусы болдыңыз ба, одан кейін бір жағдайлармен жұмыс жасамай, қайтып кеп жұмыс жасайтын болсаңыз, 4-5 айдан кейін сіз сол статусыңызбен және де сол скидкаңызбен ары қарай жұмысыңызды жалғастыратын боласыз. Енді екінші табыс көзін айтайын. Екінші табыс көзі ол линейный деп аталады. Мысалы, сіз келдіңіз, ол 21% статусынан басталады. 21% статустан жоғары жүріп отырады. Яғни, сіздің астыңызда айтарлық 3, 4, 5 адам бар, тура астыңызда тіркелген. Осы бірінші линия деп аталады. 6%. Яғни, осы бірінші линияда тұрған каждый партнеріңіз өз кабинетінен заказ салып, заказын төлеген уақытта, соның төлеген суммасынан каждыйынан 6% аласыз. Бұл пассивный доход. Мына кісіден де, және мына кісіден де. Одан кейінгі, оның астындағы адамдар бар, біреуінің астында 2 адам, біреуінің астында 1 адам, біреуінде 3 адам делік. Біреуінің астында 1 адам, мына кісінің астында 2 адам делік. Бұл сіздің екінші линияңыз. Екінші линиядағы осы партнерлардың каждыйынан сіз 4% аласыз. Одан кейінгі табыс көзі оның астындағы үшінші линиядан, мысалы айтайын, мына кісілеріне. Осы линия сізде үшінші линия. Үшінші линияның каждый партнерынан сіз 2% табыстау боласыз. Бұл пассивный доход. Мысалы, сіз лидер статусыңыз шықтыңыз, лидер болыңыз, директор болыңыз, соған шыққаннан кейін командаңызға ғана көмектесіп отырып, өзіңіздің жеке ЛТО-ңызды жасай отырып, яғни ЛТО деген личный товар оборот. Адам тіркемей, личный товар оборот жасауға болады. Болмаса адам тіркеуге болады. Адам тіркемей өзіңізге қажетті затты қолданып, пассивный доходты өстіп линияңыздан алып отырасыз. Командаңыз өскен сайын сіздің пассивный доходыңыз көбейе беретін болады. Одан кейін команданың төменгі жағына жұмыс жасап, көмектесіп жұмыс жасаған жақсы. Себебі, мысалы, сіз мына жерге бір новичокты алып кеп тіркедіңіз, ол кісі 4 балға заказ берсе, бұның осы 4 балы мына кісіге де әсер етеді, қосылады 4 бал. Мына кісіге де 4 бал қосылады. Мына кісіге де 4 бал қосылады. Және сіздің общий балыңызға 4 бал қосылады. Статусыңыз көтеріліп отырады. Сондықтан төменгі жаққа астыңыздағы адамдарды көтерген өте тиімді. Енді біздің компанияда ай сайын заказ салу жоқ деді. Ол қалай? Мысалы, сіз 15% статуста тұрсыз. Общий товар оборотыңыз 60 балға дейін болады, ЛТО 2 бал деп тұр. 2 бал дегеніміз ол 11.000 теңге. Егерде компаниядан 2 балға өзіңізге заказ салатын болсаңыз, новичокты тіркемесеңіз болады. Ал егер қалтаңыздан ақша шығармаймын десеңіз, онда ЛТО-ны жасамай, орнына командаңызға бір новичок тіркесеңіз, осы новичок кабинетін активация жасаған уақытта сізде товар алды есеп болады. Яғни, келесі айға кабинетіңіз активация жасалынған болады. Осылай, сіз 33% лидер статусына шыққан уақытта личный товар оборот 5 бал деп тұр. 5 балға товар алмай-ақ, командаңызға новый 3 адам, 3 новичок тіркесеңіз, келесі айға активация жасаған есеп боласыз. Енді қараңыз, бізде ең төмен ЛТО. Ол қалай? Мысалы, қараңыз, ең жоғарғы біздің маркетингтағы ең жоғарғы ЛТО ол 5 бал деп тұр. Енді осын есептеп берейін. 1 балың 5500 теңге.
Яғни 5-ті көбейтеміз 5500 теңгеге. Это примерно 27500 теңге шығады. Сіздің статусыңыз өскен сайын, скидка өседі. Мысалы, ең алғашқы тегін тіркелген кезде компания сізге 20% несгораемый скидка береді. Одан кейін статусыңыз мысалы 10% статус болсаңыз, осыған осы 20% қосылады да, сізде 30% скидка болады. 30%-тен НДС-ті алып тастаған кезде компания заңды болғаннан кейін НДС төлейді, сізде 28% скидка болады. Яғни, өзіңіздің статусыңыздағы процент осы 20 несгораемый процентке қосылып, сіздің скидкаңыз өсіп отырады. Егерде 15% статуста тұрсаңыз, сіздің скидкаңыз 32% скидка болады. Компанияның продукциясын 32% скидкаға аласыз. Егерде 33% лидер статусында тұрсаңыз, 33-ке 20-ны қоссаңыз 53, одан НДС-ті алып тастаған кезде 46,6% скидкаңыз болады. Енді қараңыз. Общий 27500 теңге деп айттым, е? Енді 27500 теңгеден минусуем 46,6% скидканы алып тастасақ, примерно 16000-17000 теңгенің көлемінде шығады. Қараңыздаршы, басқа компаниялармен салыстырсаңыз, Faberlic Avonдарда как минимум 30.000-нан жоғары. Ал бізде золотой директоры болса да, лидер статусы болса да 16-17.000-нің көлемінде шығады. Сізге компания 100-200 мыңдап зарплата төлеп отса, компанияның продукциясынан аймамай өзіңізге керекті ыдыс жуғыш, посуда моющий, стиркаға керекті заттарыңызды 17 мыңға алып отыруға әбден болады.